Қайырлы күн достар, баршаңызға мен үш баланың анасы ретінде айтатын осы отзыв дейді ғой, және тәжірибемен сіздермен бөліскелі отырмын. Осы тмин, мен именно осы тминға тоқтадым, Black Seed Oil деген египеттікі. Осыны біз 3 курс қайталап іштік, арасына 15 күнде демалып, осыны үшіншісі міне тауысып жатырмыз. Менде балаларым ең кішкентайым 5 ай, ол ішпеді. Одан кейінгі 2,5 жас және 4 жасар балам осыны ішіп келе жатыр. Бұл көтендегі баланың құрттарын және токсиндарды шығарады. Көп бала фастфуд жейтін болса, тәтті құмар болса, міндетті түрде балаңыз тминді ішу керек. Бұның ешқандай зиян жоқ, керісінше көптеген ауруларға ем. Мен бірінші іздеген кезде тминді бала оңай жұтып қою үшін, қатты ашты емесін. Бұл тмин өзі бөлінеді. Холодный отжим болып, әшірек болып, кішкене жұмсағырақ болып бөлінеді дәмі. Сол жұмсағырағын алып бердім. Одан кейін осына көштім, кішкене әшірек болып жүреді. Бұны ішу үшін міндетті түрде оригинал, кәдімгі таза бал қажет. Шекер араласпаған бал қажет. Сол балды бірінші осыдан 1 қасық беремін, артынша балды беремін, кейін өзінің қалауынша су ішеді. Су көп ішкен сайын жақсы. Міне осы тминді балаларыңызға беруге кеңес беремін. Әрине, алдымен дәрігерлерден өтіңіз. Аллергический реакция менде балаларымда болған жоқ, сіздерде де болмайды деген үміттемін. Жалпы бұл үлкен адамдарға да, кіші балаларға да ішуге болатын май ғой, былайша айтқанда тмин деген дәндерінен сығып алынған май.